Азамат пен Диван Батыр тұратын қалада су тасқыны орын алды. Құтқарушылар арнайы техникамен тікұшақпен келіп, оларды құтқарып эвакуациялық пунктке орналастырды. Судан зардап шеккен қаланың көп тұрғындары осы жерде екен. Диван Батыр эвакуациялық пунктке кіріп, мына жердің жағдайы онша емес, маған жұмсақ керуер тәтті тамақ беріңдер. Акимат қайда қарап отыр деп айқай шығарды. Азамат болса, бос орынға жайғасып волонтерлер берген астан ауыз тиіп, көмектеріне алғыс білдірді. Жаңадан орналасқан тұрғындарға төсек жабындарын, гигиеналық құралдарын бере бастады. Диван Батыр бірден бірнеше гигиеналық құрал, жастық, төсек жабынды волонтерлардың қолынан жұлып алып алды. Мен бұл жерде әлі көп боламын. Күнде төсек жабынды ауыстыруым қажет деді. Азамат барлығын бір данадан алып, өзге адамдарға жетуін қадағалады. Азамат эвакуациялық пунктте жатып, әлеуметтік желіден қапшықтан бөгет жасап жатырған волонтерларды көріп, менің бұлай жатқаным болмас, денім сау. Барып, оларға көмектесейін деп волонтерлар қатарына қосылады. Диван Батырда бұл видеоларды әлеуметтік желіден көріп, сендердің салған бөгеттеріңнен не пайда? Акимат жасамай ма осы жұмыстарды деп керуетінде жата берді. Қазақта жұмыла көтерген жүк жеңіл деген жақсы сөз бар. Елде табиғи апат орын алып жатырғанда, әлеуметтік желідегі Диван Батыр болмай, Азамат секілді батыр бол.